саламатсыздар, эфирде Абай Ньюс. Мектебіміздің айшықты ақпараттарымен таныстыратын мен Арыстан Алима. 2023-2024 оқу жылын мектебіміз жағымды жинақтармен бастаған болатын. 2023 жылдың қорытындысы бойынша қалалық білім бөлімі мен кәсіподақ комитетінің ұйымдастыруымен өткен жыл қорытындысы кешінде мектебіміз білімнің алтын қазынасы номинациясымен марапатталды. Білім саласына қосқан елеулі үлесі мен тың идеялар үшін берілген бұл марапат мектеп ұжымының ортақ жетістігі мен жемісі, әрі жемісі. Еліміздің жарқын болашағы үшін талапты да талантты, дарынды тұлға тәрбиелеп, сапалы білім мен тәрбие берудегі еселі еңбектеріңіз үшін мектеп ұжымын құттықтай отырып, жұмыстарыңызға шығармашылық табыс тілейміз. Оқуға құштар мектеп, оқуға құштар ұлт. Балалар және театр жобалары шеңберінде 9 және 11 сынып оқушыларына арналған ағылшын тілінде театрландырылған Wonderfest 2023 республикалық фестиваліне Beauty және The Best театрлық қойылыммен мектебіміздің 9 және 10 сынып оқушылары қатысып, Гран-при және 100 000 теңге сертификат иеленді. Жетекшілері Баймағамбетова Балдырған Ілияс қызы, Қыдырбаева Назым Берік қызы, Өмірзақ Женіскүл Өмірбек қызы. Марапаттарыңыз құтты болсын. 2024 жыл басы марапатпен бастау алды. Мектебіміздің басшысы Қызылорда қалалық әйелдер кеңесінің төрайымы, Қызылорда қалалық мәслихат депутаты Садуақасова Жанат Мылтықбайқызы, Қазақстан Республикасы Білім өркениеті ұлттық инновациялық ғылыми зерттеу орталығының ұйымдастыруымен өткізілген Қазақстан Республикасының үздік мәслихат депутаты атты республикалық байқауына қатысып, бірінші дәрежелі дипломмен Қазақстан Республикасының үздік мәслихат депутаты төсбелгісімен марапатталып, әділетті Қазақстанды адал азаматтар құрады атты республикалық конференциясының материалдар жинағына енгізілді. Жанат Мылтықбайқызын марапатымен құттықтай отырып, игі істеріңіз қашанда оңға басуына, ел қоғам алдында абыройыңыздың арта беруіне тілектестік білдіреміз. Сонымен қатар, жалпы білім беретін пәндер бойынша 9 және 11 сынып оқушылар олимпиадасының облыстық кезеңіне 4 оқушымыз қатысып, жүлделі орындардан көрінді. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен 10 сынып оқушысы Бұғыбай Ақерке 1-ші орын, жетекшісі Шадибекова Айгүл Есіркеп қызы. Қазақ тілінде оқытатын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті пәнінен 11 сынып оқушысы Али Айзере 2-ші орын, жетекшісі Абдрахманова Ұлжан Хамид қызы. Математика пәнінен 11 сынып оқушысы Амангелдиева Лейла 2-ші орын, жетекшісі Тоқмырзаев Асылхан Абдрахманұлы. Информатика пәнінен 10 сынып оқушысы Дүзенов Нұрдалер 3-ші орын, жетекшісі Ақжігіт Жадыра Бақтыбай қызы. Оқушыларымызды жеңістерімен құттықтаймыз. Білім бәйгесінде бағындырар белестеріңіз көп болсын. Бүгінгі келіп түскен жаңалықтар легі осы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.